Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Торпақ белгісіндегі жандарға апталық болжам 28 қараша мен 4 желтоқсан аралығына. Аптаға маңызды әсер беретін жағдай бізде тройка жезл және де король чаш. Бір аптаның көлемінде жолға шығасыз, нақты бір шешім қабылдап, жаңағы сол істі аяқтауға. Жұмыс бабымен болсын, қонаққа шақыруы мүмкін, бір істі соңына дейін жеткізу үшін жолға шығасыз. Және де сол жұмысыңыз, ісіңізді аяқтайсыз. Король чаш бір істі ойланып шешім қабылдау, жаңағы бір аптаның көлемінде көптен күткен бір жұмысыңыз, ісіңіз, жаңағы аяқталмай жүрмей тұрған бір жұмысыңыз болсын, сол істен, сол жұмыстан бір результат болады. Келесі, аптада орын алатын жағдай, аптаның басында рыцарь чаш және де девятка пентаклей. Аптаның басында көлемді қаржы түседі. Жалақы болуы мүмкін, немесе басқа жақтан ақшалай жақсы жаңалықтар естуіңіз мүмкін. Және де аптаның басында бір істі қолға аласыз, жаңа нақты бір шешім қабылдап, жаңағы тағы да аптаның басында уже жолға шығып кетуіңіз де мүмкін. Мінекей тағы жол түсіп тұр сізге. Жұмыс бабымен болуы мүмкін. Жаңағы көптен бір қолға ала алмай, жасай алмай жүрген жұмысыңызды қолға алып, результат болсын, жасап тастайын, соңына дейін жеткізейін деп, осы жолы бастайсыз. Аптаның ортасында орын алатын жағдай императрица және де сила старший аркан. Аптаның ортасы сіздер үшін өте бір жақсы уақыт. Императрица махаббатқа толы, жақсы қарым-қатынас. Бұл тек махаббатқа толы, тек ғашықтар үшін, семейнолар үшін ғана емес, жақсы адамдармен, туған туыспен жақсы қарым-қатынас, коллективпен жақсы қарым-қатынас, жақындарыңызбен жақсы қарым-қатынас, және де екінші жартыңызбен де отношенияның түзелуіне аптаның ортасы жақсы ықпал етеді. Және де каждый сила старший аркан, каждый нәрсені ақылмен, жаңағы ақылға салып шешкеніңіз жөн. Ашу ызаға булығып шешім қабылдай салмаңыз. Каждый істі, каждый жұмысыңызды асықпай ойланып, жаңағы кішкене ақылға салып шешім қабылдауға тырысқаныңыз жөн. Бұл сіздің қолыңыздан келеді. Аптаның соңында орын алатын жағдай бізде колесница, король жезлов. Аптаның соңында, жаңағы аптаның басында бастаған ісіңіз аяқталады. Көптен күтіп, осы жұмыс аяқталса ғой, осы жұмыстан бір результат болса ғой деп жүрген бір ісіңізден результат болады. Колесница, яғни продвиженияның картасы. Король жезлов жетіп результатқа, жұмысыңыз, ісіңіз алға түсіп, жасап жатқан бір қағаздарыңыз болсын, жаңағы бір арқаңыздан жүк түскендей қуанып, арқаңызды кеңге жайып отыратын уақыт аптаның соңы. Яғни сізде результат болады. Сондықтан торпақтар, сіздерге айтарым, аптаның басында жаңа қолға алып, ол іс болмайды бәрібір деп тастап кетпей, қолға алып, аптаның соңына дейін жеткізіп тастаңыз. Жақсы результат күтесіз. Аптаға берілетін кеңес шестерка чаш. Кез келген адаммен жақсы қарым-қатынаста болыңыз. Каждый жаңағы істі, каждый жұмысты айтып кеткендей, ақылмен ойланып шешіңіз, ақылға салып жасаңыз. Жаңағы өзіңіз аптаның ортасында ақылға салып бір істі бастасаңыз, жасасаңыз, бір адамға ақыл кеңес берсеңіз, ашуыңызды басып, ол адаммен сөйлесе салсаңыз, мысалға,
аптаның көлемінде ол кісі келіп сізден кешірім сұрап, өз қолымен сыйлығын тапсыру мүмкін, ойламаған жерден сыйлықты алып қалуыңыз мүмкін, немесе келіп кешірім сұрауы мүмкін, яғни өзінің кінәсін түсінуі мүмкін. Және де үйге байланысты бір документтер, үйге байланысты бір қағаздар, үй мәселесіне байланысты мүмкіндіктер болса, осы аптаның көлемінде жасап тастағаныңыз жөн. Аптаның аяғында сол іске результат болуы мүмкін. Не болмаса, бұл аптада кішкене көбірек садақа бергеніңіз жөн. Көптен садақа бермей жүрген торпақтар үшін айтар кеңесім. Және де аптаның сіздерге берер кеңесінде бір жақсы қуанышты жаңалық бар сіздерде. Аптаның аяғында, және де ол істі өз қолыңызбен жаңағы жүгіріп жүріп жасайсыз, бірақ ойламаған жерден бұл жұмыс колесница тез аяқталады, продвижение болып, жақсы результат болады. Сау болыңыздар, келесі аптада аман есен кездескенше.